Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі мені YouTube'дағы достарыма 4-ші сынып қазақ тілі 100-ші сабақ етістіктің жіктелуі деген тақырыпты түсіндіретін боламын. Видеомның соңына дейін қарап, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бүгінгі тақырып етістіктің жіктелуі. Сіздер бүгін тыңдаған мәтіннің мазмұнына өз пікірімді айта аламын. Бүгін осыны үйренесіздер. 81-ші жаттығу мәтінді тыңда деген берілгенде, кейбіреулер ошақтың күлін, қорадағы малдың қиын судың жағасына төге салады. Ол арыққа түсіп суды былғайды. Осылайша таза су жарамсыз болып шыға келеді. Төменгі елде мал да сол суды ішуге мәжбүр болады. Соның салдарынан өсімдіктердің өсуі нашарлайды. Мал азады. Бұлақтың бас жағында тұратындар төменгі елді де ойлауы керек. Суға көрінген нәрсені тастай бергенін де түбі зиян. Сондықтан бабаларымыз күл қоқырды, күн қоқысты бұлақ басынан аулаққа төк деп өсиет айтқан. Су таза болсын, судың ішіндегі балығы мен бағасын уланбасын десеңдер, ағын суға лас нәрселерді тастатпаңдар. Спандияр Ақаев ақынымыз жазған екен. Мәтіннің мазмұнына байланысты өз пікірінде айт. Бабаларымыз айтқан өсиет сөзді қатесіз көшіріп жаз деген екен. Міне сіздерге ұсынып отырмын. 81-ші жаттығудағы суды ластамауымыз керек, өйткені су ластанып жарамсыз болады. Күл қоқырды, күн қоқысты бұлақ басынан аулаққа төк деп дәл осылай жазып аласыздар. Бүгінгі 82-ші жаттығуымызда көп нүктенің орнына жікті жалғауларды қойып сөйлемді көшіріп жаз деген екен. Мен бөлмені тазалай деп жазған екен. Көп нүктені өздеріңіз жіктік жалғауды қойып жазасыздар. Мен сіздерге жазып ұсынып отырмын осы жаттығуды. Міне, мен бөлмені тазалаймын, сен гүлді гүл отырғызасың, ол арықты тазалайды, біз өсімдіктерді күтеміз деп осылай жаздым. Көшіріп алсаңыздар болады. Бүгінгі біздің 83-ші жаттығуымызда жұмбақ өлеңді оқып шешуін тап деген екен. Кіден егер бастасан, шомыласың суына. Шыдан егер бастасан, жазда ойнайсың құмына. Тыдан егер бастасан, 4 түліктің баласы. Сыдан егер бастасан, ақ қайыннан аласың. Мұзафар Әлімбай жазған екен. Етістіктерді тауып, қай жақта тұрған айту керек екен. Енді мен сіздерге осыны жазып ұсындым. Міне етістіктер бастасан деген екінші жақта тұр. Екіншісінде бастасан деген сөздер екінші жақта тұр. Жалпы аласын деген сөз бар. Ол да екінші жақта тұр. Бұл жұмбақтың жауабы сіздерге көл, шөл, төл, сөл деп жазып ұсындым. Дәл осылай астын сызып жазып алсаңыздар болады. Бүгінгі біздің 84-ші жаттығуымызда көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып жаз депті. Жан-жағына тиісті сөздерді қойған: мал, су, жер, ауа деп. Осы сөздерді пайдалана отырып, осы көп нүктенің орнына қоясыздар. Және астына уланбаудың жолы қандай деп сұрақ қойған екен. Міне сіздерге жазып көрсеттім. Уланса ауа, уланамыз бәріміз. Уланса су, уланады тағы біз. Уланса жер, уланады өсімдік. Уланады оны жеген малымыз. Уланса мал, у тарайды бізге де. Уланбаудың жолы қоршаған ортаны ластамауымыз керек, балалар. Әрдайым қоршаған ортамызды таза сақтап жүрсек, біздің денсаулығымызға да жақсы әсерін тигізеді. Бүгінгі 85-ші жаттығуымызда мақал мәтелдердің мағынасын топта талқылаңдар деген екен. Ақтың жуындысын ағып жатқан суға төкпе. Ағын суы бал татыр, ақ шабағы май татыр. Арық бар жерде су бар. Су бар жерде ну бар. Жылап жүріп арық қассан, күліп жүріп су ішерсің деп мақалдарды жазған екен. Дәл осылай топтастырып алсаңыздар болады.